Байлық адам түсінігі ауқымында өте таңғаларлық нәрсе. Кейбіреулер үшін оған жету үшін бірнеше жыл жеткілікті. Ал біреуі оған қол жеткізбей, бүкіл өмірін қаржылық табысқа жұмсайды. Нейтингейл үлкен қаржы туралы алғаш рет жас кезінде ойлана бастаған. Және жылдар бойы өзінің таңғажайып құпиясы деп аталатын идеясын жұртқа айтып жүрді. Радио спикері және автор ретінде ол адамдарға қалай бай болу керектігін айтып қана қоймай, сонымен бірге көпшіліктің қаржылық мақсаттарына жетуіне не кедергі болатынын түсіндіре алды. Эрлдің кеңесі миллиондаған қарапайым адамдарға баю тәсілін қайта қарауға көмектесті. Елестетіңіз, бүгін сіз атақты автордың таңғажайып сырын ашуға мүмкіндік аласыз. Және ең бастысы, сіздің байлығыңызға қандай факторлар кедергі келтіретінін анықтайсыз. Миллионер жазбасы арнасында сіз мән бермейтін нәрселер сізге қаншалықты үлкен ақша келетініне таң қалуыңызға кепілдік береді. Тек осы жерде ғана ақшаның ішкі сыры ашылады. Экономикалық дағдарыс кезінде өте кедей отбасында бала күнінен дүниеге келген ол, неге біреулер байып, басқалар өмір сүру үшін күреседі деген сұраққа жауап іздеді. Және ол үлкендерден жауап ала алмады. Сондықтан ол әртүрлі кітапты оқиды. Ерте ме кеш пе өз жауабын табамын деп сенді. Арада талай жылдар өтіп, 35 жасында радио дикторы бола жүріп, өзінің көп жылғы ізденістерін саралайтын әйгілі аудио жазбасын жасады. Бір жексенбі күні таңертең бұл жазбаны ол өзі жоқ кезде бір топ сатушы тыңдап, Найтингейл қайтып оралған соң бұл хабардың сәтті болған соншалық, оны тыңдаған адамдардың көңілдерінен шығып, өздеріне және достарына көшірмесін алғысы келетінін байқады. Бұл аудио жазбаның жарыққа шығарылуы туралы келісімге қол қойылды. Оның таңғаларлығы ешқандай жарнамалық науқанды жүргізбестен рекорд жасалып, ешқандай маркетингтік күш-жігерсіз ол бестселлерге айналды. Тиражы 1 миллион данадан асты. Ол рекорд жасап алтын диск мәртебесін алды. Аудио жазба ақша табысының не екендігі туралы нақты анықталған тұжырымдамадан басталады. Бұл лайықты мұраттың дәйекті түрде жүзеге асуы. 25-тегі жастарды алайық. Олардың барлығы өмірде табысқа жететініне нық сенеді. Олардың біреуінен табысқа жетесің бе деп сұрасаңыз, оң жауап естисіз. Және олардың 65 жасына жақындағанын көргенде, олардың 5% ғана нақты табысқа ие болғанын байқайсыз. Неліктен көптеген адамдар сәтсіздікке ұшырайды? 40 жыл ішінде олардың көздеріндегі ұшқын қайда кетті? Олардың армандары қайда кетті? Жоспарлар мен мақсаттар. Ал олардың ниеті мен жетістіктері арасындағы алшақтық қайдан шығады? Тек лайық идеалға сәйкес келмейтін әдеттер, әрекеттер немесе заттар ғана алға тартады. Яғни, дұрыс қойылған қаржылық мақсаттармен адам оларға жету жолдарын шарттарын елемейді. Егер сіз нақты қанша ақшаға ұмтылып жатқаныңызды түсінсеңіз, бірақ соңғы жылдар ол қаражатқа жете алмасаңыз, сіз өзіңізді сөкпеуіңіз керек. Өйткені әрі қарай мен сізге бай болуға не кедергі болатынын айтамын. Бай болу өмір сүріңіз. Найтингейл адамдарды екі топқа бөлді. Үнемді, бірақ кедей және ысырапшыл. Бұл кедей дегенді білдіреді. Баяндамашы осылайша байлық жасаудың ақшаға деген белгілі бір қатынаспен байланысты еместігін меңзеген. Бай болу үшін пайдалы шығындар мен ыңғайлы жинақ арасындағы қаржылық тепе-теңдікті табу керек. Өмірге сеніңіз. Сонда сізге және сіздің өмірлік тәжірибеңізге қанша ақша қажет болса, сонша ақша табылады. Белгілі бір дәрежеде. Ақшаны еркін және жеңіл ойлауға тартылатын энергия ретінде қарастырыңыз. Өзін бай сезіну үшін өзгенің қалтасын оймен ақтармай, тірлікке жеңіл болса да жақындап, өз мүмкіндігіңізбен өмір сүруіңіз бастаңыз. Бірақ көршімде бар нәрсе менде болмаса, мен бақытсызбын. Өйткені көп нәрсе ешқашан болмайды. Әрқашан қолымыздан келетінен бірнеше есе қымбат тұратын нәрселер бар. Бірақ біз қарыз бар нәрседен ләззат алып, бірақ көп нәрсені армандайтын болсақ, қолдағы бар алтынның қадірін білмей, басқа нәрсені алғымыз келіп тұрса, бұндай жағдайда біз оны ешқашан ала алмаймыз. Қанағатсыздықтың артында бақытсыздық жасырылып тұр. Ал бақытсыз болсаңыз, энергия мүлдем болмайды. Ақша бір орында тұрмайды. Бұл ақша үнемі үнемдейтіндерден қорқады. Сіздің амияныңыздың жауы ақымақтық. Ал адамдардың көпшілігі байлыққа оңай қол жеткізгісі келетінін айтады. Мұндай тілектер көбінесе жағдайды нашарлататын қаржылық әрекеттерге итермелейді. Жылдам пайдаға ұмтылып, ақымақтығын байқамайтындар да бар. Кейбір адамдар жұмысқа орналасу кезінде бірден жалақы мөлшеріне қарайды. Ал басқалары олардың нені үйренуге болатынын және бұл өмірдің кейінгі өмірінде оларға қалай көмектесетінін біледі. Аз ғана жалақымен беделді компанияға жұмысқа орналасу жақсы. Өйткені мансап құруға және біраз уақыттан кейін әлдеқайда көп ақша табуға болады. Сіз бір ай жұмыс істегеннен кейін қанша ақша алатыныңызға ғана назар аудармауыңыз керек. Үлкен компанияда жұмыс істесеңіз немесе өз ісіңізбен айналыссаңыз, сіз көп ақша таба аласыз. Аз еңбекпен көп ақша,
Әрине, жылдам табыс жоқ деп айтуға болмайды. Мысалы, миллиардер Уоррен Баффет ақшаны түсінде де жасауға болады деп есептейді. Және шынымен де солай. Мықты инвестициялық портфельге ие бола алсаңыз, бұл мәселеде ешқандай проблема болмайды. Бірақ бұл жағдайға жету үшін кейбір кедергілеріңізді ескере отырып, тәжірибе жинаңыз. Сонда ғана сіз одан пайда көресіз. Жеке баю жүйесіндегі күреске әрқашан уақыт құндылығына жеке тарау беріледі. Адамдардың тайм-менеджменттің олардың өміріне қаншалықты үлкен рөл атқаратынын түсінуі өте маңызды. Бірақ сіздің табысыңыз уақытты дұрыс пайдалануға байланысты екенін мойындау әлдеқайда қиын. Сәттілік пен сәтсіздіктің арасында алшақтық бар. Ал менің уақытым көп дейтіндерге Эрл өз сөзінде хронофаг сияқты құбылысты атап көрсетеді. Бұл грек тілінен шыққан сөз. Сөзбе-сөз аударғанда уақытты жеуші дегенді білдіреді. Хронофагтар деп аталатын барлық нәрсе сіздің уақытыңызды зорлайды. Жұмысқа араласу, жоспарларды қою және бір жолмен немесе басқа да жолдармен сіздің кірісіңізге қысым жасайды. Өкінішке орай, біз хронофагтың пайда болуының бастамашыларымыз. Өмірге басымдық бере алмау, бұлыңғыр мақсаттар, мүдделер мен жеке шекаралар, өзін-өзі тәрбиелеудің болмауы. Мұның бәрі біздің уақытымыздың саусақтарымыздың өтіп кетуіне әкеледі. Хронофагиялар бос уақытымызды ғана тонап қоймайды. Олар ресурстарды, өнімділікті, қаржыны, энергияны және беделді жейді. Найтингель уақытты ысырап етушілерді, хронофагияны жандандыруды, адамдармен пайдасыз қарым-қатынаста босқа кететін уақытты шектей алды. Әріптестермен бос әңгімелер, жақын адамдармен қарым-қатынаста ұзақ талқылау, тиімсіз кездесу, телефонмен мәнсіз сөйлесулеріңіз және тағы басқалары. Ол жансыз хронофагия. Энергияңызды алып, жұмыс сапасына әсер ететін пайдасыз заттар. Егер сіз шынымен бай болғыңыз келсе, күніңізді жоспарлауға ерекше қараған жөн. Барлық хронофагтарды алдын ала болжап, ықтималды жоғалған уақытты оңтайландыруға тырысыңыз. Нәтижесінде сіз тиімдірек адам боласыз. Ақыр соңында бұл ақшылай нәтиже береді. Аудиожазбаны қайта тыңдау, оның ең таңғажайып сыры статистикалық бақылауларда жатқанын білу. Адамдардың көпшілігі байлыққа жету жолындағы нәрселерді мүлде басқа себептермен шетке ысырып қояды. Сондықтан осы бейне жазбаны болашақ миллионерлерге арнап отырмын. Егер сіз шынымен байлық пен жетістікке ұмтылсаңыз, өміріңізді түбегейлі өзгертуді бастаңыз. Бүгінгі кез келген кішкентай нәрсе ертеңгі күні сәттілікке әкелетінін түсіну маңызды. Бұл тәсіл арқылы сіз жолыңыздағы барлық кедергілерді міндетті түрде ескеріп, қалаған 5%-ға кіре аласыз. Өзіңізге қаржылық табысқа кепілдік беріңіз және бүгін алған біліміңізді бекітіңіз. Мен сізге ең танымал кітаптың бірі көшбасшылық жоспарын оқуға кеңес беремін. Неше жаста бай болуды армандайсыз? Комментке жазыңыз. Ең бастысы, сізді бұл арманға не итермеледі? Сізбен бірге миллионер жазбасы болғандықтан, сіз де бай қуатты бола аласыз.